Ассалаумалейкум туғандар, қанайсыздар? Назар Қайырдан базар жоқ каналы. Бүгін 29 ноябрь 2023 жыл. Мен сіздерге туғандар Бишкек шары район Арчабешіктен бір сатылушы үй көргізмекшімін. Бірінші болып бару жолын түсіндірейін. Мен тұрған жер туғандар Чёртый Квадин Ертайлақ көшесінің кесілішінде тұрам. Сіздер осы жерден батысқа қарай жүресіздер. Бір 200 метрден кейін сол тарапқа қарай бұрылсаңыздар сатылушы үйіз жайға шыққан. Ертайлақ 170-ші дәрек болып қалады. Онан Дағынем Алматы. Улират түсіңіздер. Куйкова, андан кейін Ахунбаева. Өйді қая шықсаңыздар, мына Южный магистраліға ділі жақын болып қалады бұл жер өз туғандар. Так, мен қалған Алматы, мен үйге жетіп берейін туғандар. Мәкей туғандар, келу жолын түсіндіргенші, бүгін көші аштағы сатылушы үйге де жетіп келіп қалдым. Мәкей бұл езін көші тарауы. Ертайлық көшесіне кірсеңіздер, мұндай семерка болып туғандар. Бұл оң тарауында жайға шыққан. Так, ең әлі түштік шекарамына бұл жақтан башталады. Андан кейін биік забор. Заборын тышқы тарауы тең тұра бертен. Ондай жарықтатқыштар орнатылған. Жана ылди тарауында фундаментін түш тарауы туғандар мына гранитменен жасалыптыр. И ең әлі мына түндік шекарамына бұл жерден. И бұл жақтан ондай пультмен ашылып алған электрический дарбазлар орнатылған туғандар. Окей. Пультмен ашылып алған шынай дарбазлар орнатылған. И Дағынем Алматы. Мектебі осылар Ертайлақпен біраз шығыштыққа жүрсеңіздер жайға шыққан. Садиктері бар туғандар. И анан жалпысынан жердің аянты 5 соток. 5 соток. Данарен сіздерге құрғысына келіп қалған мағлұматты бір шекеден берейін. Бұл жағында кабит қалған, бұл жағында ұшындай пультмен ашылып алған дарбазасы. Көше тараптан лемнекей бұл шотқа мұндай чапталып тұр. Бұл тарағына шебен төшелген туғандар. Бұл Ертайлық көшесі асфальт. Жана көргенсіздерді жана қошыналардың райондың бұл көрініші. Анда жақшы жері центральный канализация, природный газ бар екен, отопление газовый котел менен үйді жылытады. Бұл үйізімдегі қораусы туғандар. Жана айтқандай, жерінің аянты 5 соток. Бұл жағында машина қойынға жайы. Кеден 1-3 машина қойсаңыздар бұл одай көрінеді. Бұл жағында мәкен зеленый зоналар, ол өтір брусчатка, ошақана барбекю. Ол жақтанда ракайналы су шығарған, калитканы кірсеңіздер ракайналы су шығарған. Жана бұл жерде 220 квадрат метр болған. Чоң үйіз. Стенасы кирпич тышқы утеплять етілген. Тышқы тарауының травертин болған туғандары. Заборлордындағы үйдің фундаментіндағы мұндай сыртқы тарауынан ондай гранит менен жасалған. 220 квадрат метр болған үй. Анан жаңғыр түше тұрған мұндай тұрбалардағы барып үйдің алдында көлмек болып тұрбайды екен, ошол ылди жаққа кіріп кетеді. Бұл канализацияға қосылған болуш керек туғандар. Бұл жақта үйдің тышқы тарауындағы ажатханасы, шекара үйдің участактың шекарасы полный биік забор менен тосылған. Сіздерге үйізін азыр ички тарауына көргөзөйүн. Андан соң қорғасын ашып қалған маалыматтарды бір чекеден берем. Бұл жақта тепкіштер, тепкіштің қаптал жағы мындай айнектер менен жасалған туғандар. Андан ары сіздерге үйдің ички тарауына көргөзөйүн. Үйізіне өзі көшіге тұрмыстырда үшіндай ешік орнатылған. Салмақтау, жақшылы сапаттудай көрінеді. Бұл жерден бұл үйіздің кірі еріші прихожкасы туғандар. Көрдіңіздер ремонт, жана прихожка тілегенен екен. Бұл тарауға кафель. И ол тарап қарай келсек, осында жерден бұл жерде бірінші санузел. Негізен үйізді 3 санузелі бар екен туғандарына. Түндік тарауынан форточкасы. Көрдіңіздер ремонт. Түс кірсек, бұл жағына мәкей туғандар чоң мұндай коридор и холл. Көрдіңіздер ремонт. Бұл холлдон 4 спальни бөлмеге, залға жана кухняға өтіп кете аласыз. Бұл жерде мәкей холл жайға ашқан. Түндік тарауынан терезе, ТВ зонасы, полдор ламинат, отопленияның батареялары туғандар. Мәкей
сіздерге эми бул жактан бир чекеден маалыматын берип баштайм. Мынакей бул жерде кухня жайгашкан. Кухнянын көрүнүшү. Чыгыш тарабынан терезе орнотулган, кухонный мебелдин жайы, газ деле мынакей киргизилген. Так. Теплый пол. Чыгыштардан чоң терезе. И андан ары бул жагында зал жайгашкан туугандар. Бул мынакей залдын көрүнүшү. Түштүк тараптан терезе, отопление батареялары, полдору ламинат. Көрүп турганыңыздардай ремонт мынакей туугандар. Так. Бул келен коридор. Бул жерде биринчи спальня, жалпысына 4 спальня бар туугандар. Мынакей биринчи спальня, түндүк тараптан терезе, вентиляция. Бурчунда. И андан ары бул жагында туугандар. Мынакей дагы 3 спальни и общий санузел. Бул жакта родительский спальни, өзүнүн санузели да бар экен. Так. Мына бул бир спальни бөлмө. Түндүк тарабынан терезе. Бул родительский спальни экен, мынакей өзүнүн бул жакта санузели бар. Көрүп турсаңыздар ремонт. Түндүк тарабынан терезе жана бул мына душ, ажаткана. Андан ары бул жагында агромондай спальня бөлмө, батыш тараптан терезе, дуалдар обой, полдор ламинат туугандар. Мынакей. Бул жерде окей. Болсо дагы бир спальня бөлмө. Түштүк тарабынан терезе. Окей. Бул эле акыркы эшик. Бул общий санузел. Окей. Ремонт. Андан ары эми коросун ачып калган маалыматтарды сиздерге бир чекеден берейин. Андан ары мен кара сатылыштын коросундамын туугандар. Эми сиздерге бул жакта подвалды көрсөтөйүн. Ал жерде отопление котелу жайгашкан. Бул жерде очок, барбекю, раковина туугандар. Бул текиштен түшсөк, подвалы жайгашкан. Подвал, газовый котел. Окей. И бул жанында ушунча бош жер. Андан ары дагы эмне маалыматы? Сиздерге азыр үйдүн батыш чек арасын көргөзөйүн, андан соң баасын айтайын бул үйдүн туугандар. Мына бул жана эле зеленый зонанын жайы, мына газонго. Үйдүн тышкы тарабындагы ажаткана. Жана эң эле батыш чек ара мына бул заборго чейин болот. Ортодо ушунча бош аралык бар туугандар. Так. Дагы эмне болмок? Бул үйдүн баасы $235,000 сыргатыптыр ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин экранга жана описанияга ээсител деп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүүлөр болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.